14 мен 20 қазан аралығына арналған апталық жұлдыз жорамал. Тоқта. Тоқтылар бұл аптада романтикаға берілуі мүмкін. Кездесулер, тосын сыйлар мен комплименттерді қалайды. Серігіңіз, сүйіктіңіз және жақындарыңыз сіздің бұл қалауыңызды сезініп, бастама көтерулері мүмкін. Сол себепті жақын адамдарыңыздың бастамасына қолдау көрсетіп, олармен барынша бірге бола білсеңіз, бұл аптада жағымды эмоцияларды сезінетін боласыз. Ал жұмыс барысында мүлде босаңсуға, ойыңызды өзге дүниелерге бөлуге болмайды, себебі басшылық тарап үлкен тексеріс жүргізуі мүмкін. Сол себепті де өз міндеттеріңізді жауапкершілікпен орындай біліңіз. Рабкнук мы могу со сожалением рабага шалом. Вот мы шишрели сем кылшуртат мы этнезей лоб. Сыңал раб сожатын қалараңында месрес нембе месейді сыңырал орашынып сыңыратсым жұрсыңам. Қапрот. Егістер, шығармашылық және стратегиялық мәселелерде батылдық танытуды ұсынамыз. Қаржылық бастамаларда абай болған жөн. Үлкен ақша операцияларын кейінге қалдырған дұрыс. Жеке өміріңіздегі жағдайларда тұрақтылық байқалады. Серігіңізбен проблемалық тақырыптарды талқылауға және ортақ шешімге келуге ең қолайлы кезең. Шаян. Бұл аптада шаяндардың басым бөлігі ашушаң болады. Осы теріс, негативті энергияны шығаруға кететін күшіңізді өнімді арнаға бағыттап, ескі мәселелеріңізді шешкен абзал. Осыдан барып, көңіл күйіңіздің тыныштанғанын байқайсыз. Жинақталған жағымсыз энергияңызды серігіңізге төгуші болмаңыз. Бұл арқылы мәселені шеше алмайсыз, тек қарым-қатынасты нашарлатып жібересіз, ал бұл сізге қажет пе? Сондықтан жақсылап ойланыңыз. Арыстан. Арыстандарға бұл аптада іскерлік қабілеттерін қолдануға толық мүмкіндік беріледі. Егер бұрыннан қызықты бастаманы ұйымдастыруды жоспарлап жүрген болсаңыз, қазір бастауға ең қолайлы уақыт. Ал махаббат мәселелерінде серігіңізге көбірек көңіл бөлгейсіз. Ал іскерлік қарым-қатынастар жөнінде айтарымыз, бір команда болып, көпшілікпен бірге жұмыс жасау арқылы сіз көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Бекеш. Бұл апта жаңа білім алуға өте қолайлы. Курстарға жазылыңыз, кәсіби әдебиеттерді оқыңыз немесе беделді адамдармен тілдесіңіз. Олар сізге бұрын байқамаған қызықты идеяларды ұсынуы ғажап емес. Жеке өмірде бекештер тым күмәншіл болулары мүмкін. Уайымдарыңызды серігіңізбен бірге талқылап, оның дәлелдерін тыңдауға тырысыңыз. Барынша ұстамды және объективті болыңыз, сонда қақтығыстарды ертерек шешуге болады. Тараза. Сіз өткеннің елесінде жүріп, өткен тойлап, сараптап, көп уақытыңызды соған арнаған сияқтысыз. Дегенмен де, қазіргі уақытта болашаққа назар аударуыңыз керек. Өзіңізге батыл мақсаттар қоюға мүмкіндік беріңіз. Әрекет ететін уақыт келді. Таразылар үлкен қаржылық міндеттер мен өршіл жобаларды еңсере алады. Жеке өмірде өз қалауларыңыз бен серігіңіздің тілектерін теңестіре білуде маңызды. Сонда ғана сіз сәттілікке қол жеткізесіз. Саршаян. Іскерлік мәселелерде саршаяндар үшін сәтті кезең болады. Сізге қолдау көрсетуге дайын пікірлес жандар табылуы мүмкін. Иә, көмектескісі келетін адамдар табылады, сондықтан да мәнсап сатысымен жоғары көтерілудің мүмкіндігін дұрыс пайдалана біліңіз. Махаббат жағдайында серігіңізге деген сенімсіздік пайда болуы мүмкін. Жылдам шешім қабылдаушы болмаңыз және серігіңізді ашық диалогқа шақырыңыз. Сұхбат барысында көптеген келіспеушіліктерді шешуге болады, тек сабырмен ғана. Мерген. Жұлдыздар мергендерге басқа белгілерге қарағанда өзгеше тапсырма береді. Белсенділікті сәл азайтып, күтуді таңдаулары керек. Бұл кеңес әсіресе мәнсап пен қаржыға қатысты. Тұрақтылық сіздің басты құндылығыңыз, сондықтан да алдағы шаруалардың ең минимумын таңдап, жетістіктерді қолайлы уақытқа қалдырыңыз. Жеке істерде де осындай тактиканы таңдаған жөн. Маңызды шешімдердің жүгін серігіңізге сеніп тапсырыңыз. Ол бұл міндеттерді қазір сізден жақсырақ шеше алады. Осыған сеніңіз. Тәуішкі. Іскерлік мәселелер бастарынға шығады, ал махаббатта сәл күтуге тура келмек. Басшылықпен келіссөздер жүргізіп, әріптестермен ұсақ-түйек қақтығыстарды шешуіңіз қажет. Сабырлы болыңыз. Аптаның екінші жартысында өзіңізді барынша жеңілірек сезінесіз, ал аптаның бірінші жартысы сәл шиеленістерге толы дейді жұлдыздар. Осы кезеңде денсаулығыңызға көңіл бөліп, рухани жағдайыңызды күтіп баптаңыз.
Суқойғыш. Жеке өмірде өзгерістерге дайын болған абзал. Отбасылы суқойғыштар серігімен қарым-қатынастың жаңа кезеңіне өтеді, ал бойдақтар ақыры өз теңін кезіктіруде мүмкін. Жұмыста да сәттілік сіздің жағыңызда. Аптаның екінші жартысында сізге жоғарылау ұсынылуы мүмкін. Шешімді бірден қабылдаудың қажеті жоқ. Жақындарыңызбен, өзіңіз сенім артатын кеңес беретін адамдармен кеңесіп, басшылық тараппен отырып, жұмыстың барлық егжей-тегжейін, барлық міндеттемелерін талқылаңыз. Балықтар, отбасылық мәселелерді шешу бұл аптадағы ең сәтті шешім болмақ. Сол себепті де бұл аптада осы мәселелерге көбірек назар аударуды ұсынамыз. Сондай-ақ бұл аптада үй ішіндегі жөндеу жұмыстармен айналысуға болады. Ірі тұрмыстық техникаларды сатып алуға және жақындарыңызға көбірек көңіл бөлуге кеңес береміз. Кеңседе сіз интриганың құрбаны болуыңыз мүмкін, сондықтан әріптестердің араңдатуына бой алдырушы болмаңыз және де жоспарланған жұмысты сабырмен жалғастыра біліңіз.